шықтың, бал күнін қайта аңсадым. Баладай сенгіш пейілге ауып аңсарым. Басына айтып, бас кешіп мына жалғаннан. Бал дәурен кетті, аралап құмын аршаным. Періште көңіл, пештей көрер ертеңін. Пәк күндер қайда, көкжиек сынды көркемім. Парасат тұнған әлемге енсін дедің бе? Оғынып мына өмірдің кейде келтеңін. Есею бақыт десек те тарттым азабын. Екі жүзділер егесін қайтып жазамын. Пендешіліктің ауылын жүрмін аралап. Таба алмай бала көңілдер сенген ғажабын. Армандар асау, арында бейне арғымақ. Тілектер тұлпар, таудан да биік қарғымақ. Шарқ ұрған сәтте шығардай шыңға арқырап. Табаның таяр, тайғанақ таудан қарғылап. Балалық шақтың бал күнін қайта аңсаймын. Бала боп кезген қырларды таппай шарлаймын. Елесін іздеп біз сенген ерте ғаламның. Арасын кезем шындықтар жатқан сансайдың. Қайдасың қайда еліткен менің ертегім? Тал бойымдағы тектілік асыл тентегім. Естесем дағы жүрегім сәби кейіпте. Еркімді алған елестің жырын шертемін. Оқулық пен дәптер оқып жүрген сәттер, көңілімнің көркем көктемі. Мектебім киелі, қастерлі мекенім, өзіңмен биікке жетемін. Қоңыраудың үні жүрегіме жылы, ойласам қуанып кетемін. Жайсаң жандар тілең ереке деп білем, мектебімде жүрген әр күнім. Өлең жырды жаттап, балалықтан аттап, даналыққа қарай беттеді. Іздегенде табылатын қасымнан, көңілі бар қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досыңа? Жан досым, ізде
бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Қос бұтағы секілденіп ағаштық, қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Өмір өзі арқамызға жүк салып, бәрімізді қиялдарға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсадық. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жемісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Жан досым, үстем болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда мерекелеріңізбен бітпесін. Қайғылымдай тебісіп қатар өскенбіз, балалықтың қызығын бір бөліскенбіз. Жастық шақтың жалауын желбіретумен, қарлы көктем жайлаудан гүл теріскенбіз. Белестерден астыңдар ма асыл достарым, бір мен үшін сендердің алтын бастарың. Сағынышпен еске алып отырармыз деп, сол бір кеште думандап класстастарым. Үйренеді ұл әке қыз анасынан, ел қорғайтын болғанбыз біздер жас ұлан. 10 жыл оқып мектептен біздер шыққанбыз, бірге аттандық өмірге босағасынан. Белестерден астыңдар ма асыл достарым, бір мен үшін сендердің алтын бастарың. Сағынышпен еске алып отырармыз деп, сол бір кеште думандап класстастарым.
аттанғанбыз біз мектеп түлегі болып 20 жылда жүрмедік үнемі көріп бір кездегі бозбала бой жеткен қыздар кездесіп біз әр үйдің тірегі болып белестерден астыңдар ма асыл достарым дәрмен үшін сендердің алтын бастарың сағынышпен еске алып отырармыз деп сол бір кеште думандап класстастарым белестерден астыңдар ма асыл достарым дәрмен үшін сендердің алтын бастарың сағынышпен еске алып отырармыз деп сол бір кеште думандап класстастарым Елеме жауын қарында бір өскен бала шағымнан армысың бала достарым кездестік міне тағы да сендер деп келдім достарым менің сағындым сыныптастарды сендер деп келдім достарым менің сағындым сыныптастарды махаббат сезім бір жарған көкейде тоны бізге арман қол бұлғап қалған жастығым көлбеңдей өтті қырлардан сендер деп келдім достарым менің сағындым сыныптастарды сендер деп келдім достарым менің сағындым сыныптастарды сендер деп келдім достарым менің сағындым сыныптастарды сендер деп келдім достарым менің сағындым класстастарды айтпаған әнім қалды домбыра шанағында көрмеген сәнім қалды тірліктің талабында шықпаған жаным қалды сөнбеудің амалында жүрмеген жолдар қалды жылдардың жанарында қайраңдаған қайран жасты өкініп опынсаң да қайрылмасты сырыңды таңға айтатын досың қайда
пайғамбар қоспап еді айрылмасқа. Өлмейтін сезім қалар үміттің үлесінде, көнбейтін кезің қалар күйбеңнің күресінде, бітпейтін төзім қалар байланған бір есімге. Өзіңмен өзің қалар кез туар білесің бе? Қайраңда қайраңдаған қайран жастық, өкініп опынсаң да айрылмасты. Сырыңды таңға айтатын досың қайда? Пайғамбар қоспап еді айрылмасқа. Қайраңда қайраңдаған қайран жастық, өкініп опынсаң да айрылмасты. Сырыңды таңға айтатын досың қайда? Пайғамбар қоспап еді айрылмасқа. Қайраңда қайраңдаған қайран жастық, өкініп опынсаң да айрылмасты. Сырыңды таңға айтатын досың қайда? Пайғамбар қоспап еді айрылмасқа. Қайраңда қайраңдаған қайран жастық. Қоңырат туған жерім, сағынышпен жүрегімді тербетемін. Ауаңда топырағыңда бәрі өзгеше, әрбір сәтін алтын естелікпен толы. Асқардың әнін тыңдап жаным жадырап, қоңыратқа деген сүйіспеншілік оянды. Көзімді жұмсам көрінесің алдымнан, жүрегімде мәңгі сақталатын арманым. Жасым ұлғайып сағынышпен келгенде, қарсы алған бауырларым жанымды жылытты. Құшақтарың кең, жүздеріңнің жарқырап, қаладағы әрбір сәт жанға нұр құйды. Тапшанда отырып ойға шомдым терең, туысқандар достар бәріңді еске алдым. Мариям бақтығұл, тазағұл, оразгүл салтанат, күміс сағыт бәрің
жатқандарың машалла алла жар болсын. Қуаныш жібек сендер қалайсыңдар, әулеттерің аман ба, дендерің сау ма? Кеше ғана келсем де сағынып отырмын, қоңыраттың әрбір сәті мен үшін баға жетпес. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі Орал, Ақтөбе, Ақтау, Маңғыстау, Бейнеудегі Алматы, Қордай, Түлкібас, Тараздағы туыс біліс достар бәріне сәлем жолдаймын. Бір-бірімізді іздеп сағынып жүрек, осылай кездесуді нәсіп етсін Алла. Қоңырат, қоңырат туған жерім, мәңгі жаса жүрегімнің төрінде қал. Бір ауылдан тамыр жайдық, қол бұрдық, дос емеспіз пайда күннен бір күндік. Бірге жүріп қуанышта, қайғыда, бірге жүріп асқарларға ұмтылдық, бірге жүріп асқарларға ұмтылдық. Асқан менен бұл күні жігіт жастан біз, әңгімені әзілменен күліп бастармыз. Достық деген ауылмыз, бауыр десе бауырмыз, бала күннен бірге өскен сыныптастармыз. Достық деген ауылмыз, бауыр десе бауырмыз, бала күннен бірге өскен сыныптастармыз. Ол өнерге қадам бастық, жең түрдік, мен биікпін деген жоқпыз, тең тұрдық. Мамыража еркін өмір сыйлаған, қадіріңнен айналайын еркіндік, қадіріңнен айналайын еркіндік. Асқан менен бұл күні жігіт жастан біз, әңгімені әзілменен күліп бастармыз. Достық деген ауылмыз, бауыр десе бауырмыз, бала күннен бірге өскен сыныптастармыз. Достық деген ауылмыз, бауыр десе бауырмыз, бала күннен бірге өскен сыныптастармыз.
батасын бергеннен соң өскен жұрт арман қуып Алматыға қош келдік. Бір үйдің тірегіне айналып, біздер нағыз ерде болдық, дос болдық. Біздер нағыз ерде болдық, дос болдық. Атқан менен бұл күні жігіт жастан біз, әңгімені әзілменен күліп бастармыз. Достық деген ауылымыз, бауыр десе бауырмыз, бала күннен бірге өскен сыныптастармыз. Атқан менен бұл күні жігіт жастан біз, әңгімені әзілменен күліп бастармыз. Достық деген ауылымыз, бауыр десе бауырмыз, бір класста бірге өскен сыныптастармыз. Достық деген ауылымыз, Бауыр десе бауырмыз, бала күннен бірге өскен сыныптастармыз. Шақты шектеп, жылдар өтер ептеп, біздер шыққан көктеп, бәрімізді қосқан бір мектеп. Кетсек те алысқа, жетсек те табысқа, журналды тағы ұста, кім бар кім жоқ бүгін старыста. Мектептің қоңырауы әлі соғып тұр, шаттандым достарымды тағы көріп бір. Қанша жыл қиырда жүр, баяғыдай қыздардың бәрі әдемі, ішінде мен гүл берген ару бар еді. Сыныптастар, сырластар, класстастар, құрдастар, бұл тәтті балалықтың жалын сәлемі. Алаңсыз шағыма, барайын бағыма, қосылсын билейміз атақты руки вверх. Тағы да өмірді жалғаңдар, хабарсыз қалмаңдар, орындала берсін анкетаға жазған армандар. Мектептің қоңырауы әлі соғып тұр, шаттандым достарымды тағы көріп бір. Қанша жыл қиырда жүр, баяғыдай қыздардың бәрі әдемі, ішінде мен гүл берген ару бар еді. Сыныптастар, сырластар, класстастар, құрдастар, бұл тәтті балалықтың жалын сәлемі. Сыныптастар, сырластар, сыныптастар, сырластар, сыныптастар, сырластар, сыныптастар, сырластар. Бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміздің өмір жолын бастар едік. Армандастар қайда, адал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміздің өмір жолын бастар едік. Армандастар қайда, адал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кезім қайда, құрымыз
Aramızda gözleyen gözlerini kayda Dolaşır alıların seyircini kayda Aramızda korkaklar Kızavudun gözleyen gözlerini Benim kızımın yolu başları Aramızda kayda Aramızda kayda Aramızda kayda Bayram sen kalk koy ben gözüm karnı var da var. Karnı var da ya. Bir numara kıramaz mı? Құба қалып, Алланың қалауымен бәріміз бас қосып жатырмыз. Осындай бас қосып аман болайық бәріміз. Ең басты санымыз азаймасын. Қыздарым жақсы күндерін тойлау несіп етсін елдің жанында. Орна бәрі айтып жатыр. Ой, көп екен деп. Тфа деп жатыр. Содан Құдай сақтаса. Еш уақыт санымыз азаймасын. Жақсы күндерде тойларда көрсек. Қырғыралым осыдан үлкен өмірге аттап шығып едік, енді қайтадан бір кіріп шығайға. Ішке мархамат! Yeah.
куәсі болған жеріміз Ақтөбе залымыз. Бұл Ақтөбе залда қанша қызықты уақыттарымыз өтті біздердің. Қанша қызықты уақыттар өтті. Балалығымыздың куәсі болған жер. Бәрінің естерінде көз алдында келіп отқан шығар. Бұл жерде жаңағы концерттер болатын еді әртүрлі. Санат байрамы дегендер болатын еді. Санат байрамы кездерінде домбырамен өлең айтатын еді біздің класстастарымыз. Балбырау қайрат шықты ғой жаңағы, есіне түсіп кеткен шығар баяғы домбырасына. Жаңағы өлең айтатын, айналайын Ақбұлақ деген бір өлеңі бар еді, сонда айтатын еді домбыраменен. Сондай бол басқа да қызықты нәрселер көп. Қалияға домбыра үйретті, Қалия. Кім есінде бар ма? Қайраттың ұстазы. Домбыра үйреткен есінде бар мен. Ажаспасам. Сол қызықты дәуірімізге қош келдіңіздер. Осы балалыққа 40 жылдың алдыңғы шақырғанымызда мақсатымыз баяғы балалық шағымызды еске алайық, туған жерді, білім алған мектебімізде бір көрейік деп. Одан да басқа келіп өтеміз, қасына өткен кездерде бәрібір өткен кездерде баяғы балалығымыз, мектепте бірге жүрген бастар бәріміз көз алдымызға келеді. Сондықтан осы жерге келген жеріңе қадамдарың құтты болсын, құтты қадам болсын. Осы мектепке 40 жылдан кейін және бір келіп жатқанымыз. Сол бәрімізде аман сау жүрейік, қайда жүрсек те. Кім Алматыда, кім Шымкентте, кім Ақтауда, жан жақта жүрсек те бәріміз жүрегіміз туған жерге деген сағынышымыз жүгілдеп тұрады шығар. Қоңырат деген атты естігенде жүректері бәрінде соғып тұрады шығар. Ол үшін қош келдіңдер достарым. Тағы бір айтатынымыз, мынау енді мектеп бұрынғы директорлеріміз Жолдасбайға айтып едік, километрға шығар. Мынау қазіргі мектептің директоры, мынау өзіміздің құрдасымыз, достымыз, сыныптас, қазақ класс, өзек класс бәріміз бірге жүре береді, араласып. Ол Қазағүл деген достымыз. Мектеп директорымыз Файзулла деген ініміз. Осы мектепте қазір басшылық қылып отырған. Сол, ал енді бұларға сөз берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті бітірушілер деп айтамыз ғой енді. Бүгінгі ең алдымен келіп жатқанда мақсатымда 40 жыл ұшырасу мерекеңіз құтты болсын. Сондай бір ауызбіршілікте жақсы күндерде жиналып бәріңізге несіп етсін деп айтып жатыр. Ең алдымен жаңағы Құран тилауат қылып жатырса, сол қабыл болсын. Барлығы ұстаздарыңыз істейсіздер, достарыңыз істейсіздер, Құран тилауат қылып жатырса, сол бәрі қабыл болсын. Бүгін мектебімізге сол 40 жыл толым, мектеп бітіргеніңізге 40 жыл толым мәртебетімен мектепке келіп отырсыз. Сол қадамдарыңызға гүл бітсін. Көпшілігіңіздің енді сол жерде перзентлеріңіз ақтықпан соғып жатқан шығар. Сол балаларыңыздың сол қамаларын көріп несіп етсін бәріңізге. Мектебіміз 1968 жылы ашылған 806 орынға мөлшерленген, кейін ғимараттармен қосылып бірге 806 орынға мөлшерленген. Әзір күнде 1200 бала тәлім алып жатады, тәлім 4 тілде алып барылады. Әзіргі күнде 100-ден астам сол оқытушыларымыз сөйде тәлім тәрбие беріп келіп жатады. Енді айтып жатады, сондай активизалымыз бұрынғы активизал, енді бірақ сөйде жақсы күндеріміз өтті. Жақсы байрам кешелеріміз өтті, жаңа жыл байрам кешелері өтті, әліппе байрамдары өтті деп атаса. Әзіргі күнде тап сондай байрам кешелері өткеріліп жатыпты. Қолдан келгенше әйтеуір сіздердің сол перзентлеріңізге, мінекей халқымыздың балаларына сондай шараятлар, имканиятлар жаратып әрекет қылып жатырмыз. Өзгерістер көріп жатқан шығарсыздар, мектептегі өздеріңіздің оқыған дәуірдегі мектеппен әзіргі мектептің несін салыстырып көріп жатқан шығарсыздар. Сонымен тікелей сол мемлекетіміздің басшылары тарапынан, районымыздың басшылары тарапынан сондай имканиятлар жаратылып беріп жатыр перзенттеріңізге. Сол не қылдаймыз? Және мәртесі 40 жылдық мерекеңіз құтты болсын. Мектебіміз сіздер үшін әр уақытта ашық есіктер келіп, қайын көріп келіп,
әртүрлі жылда осындай мерекелер давам етіп жатады да, жылдан жылға артып жатыр. Бұндай болып мысалы бір 60 адам келген көргенім жоқ. Қатарларыңыз азаймасын, қатарларыңыз азаймасын. Сәлемет құтты болсын. Өзбекстанда ассалаумағалейкум, құрметті 1984-85 оқу жылында бітіріп кеткен түлектер, мектебімізге қош келіпсіздер. Мектебімізді балалықтың бал дәуренімен қоштасып, әркім әр жаққа тарап, бірі жұмыс, бірі тұрмыс, бірі оқу дегенде бәр жаққа тарап кеткендер неке арадан 40 жыл өткеннен кейін неке бас қосып мектебімізге келіп асты, және мәртебе қадемдеріңіз құтты болсын. Рахмет неке сонша жақтан ел асып келіп отырсыздар. Неке Шымкенттен деп отырмыз, басқа қалалардан, Семейден келіп отырсыздар. Мына класстастарды көріп мен қатты қуаныштымын. Мына еліңізге қош келіпсіздер дейміз. Бірінші нөбетте мына Қоңыраттың топырағына келгендеріңізге, мына Қоңыраттың нанын көргендеріңізге, суын ішкендеріңізге, мінекей Құдайға шүкір, мінекей еліңізге аман есен қосқанларыңызға қуанып тұрман мен. Мені білесіздер, мінекей мектепте 75 жыл осы мектепте сіздермен бірге келіп едім. Еле қаля, еле 50 жылдан бері осы мектепте айланып жүрмін. 7 жасымда келіп едім, 57-ге шыққанбыз, 50 жылдан бері неке осы жерде жүрміз. Барлық 68-де, Файзулла, барлық 68-де кетіп болған. Мектепті қимай мен жүре бергенмен ғой, елі. Құдайға шүкір. Осы күнге аман есен жеткізгеніне шүкір. Неке ойыңызға ой қосылған, ойыңызға бой қосылған, ақылыңызға ақыл қосылған, ата болдыңыз, әже болдыңыз, бірнеше немерелердің ата әжесіздер. Құдайға шүкір неке осы күндерге. Құдайым неке айта береміз, неке азы классқа барып айтамыз ғой. Ертеңгі 45 жылдың 60 жылықтарда осындай бас қосып отыра беру бәрімізге несіп етсін. Басқа жағын классханаларында айтамыз. Сіздердің айтқаныңыздай Асқар, физкультура мұғалімдерімізді шақырып қойыппыз. Эльмира апамыз неке, Эльмира құрдасыңыз десе де болады, жақсы келді құдағайы. Мына жақта Ашимов Вайс деген нелеріміз бар, мұғалімдеріміз бар, соларды әкеліп қойыппыз. Және мәрте қош келіпсіздер. Асхат, ал құрметті оқушылар, сөйлеп жатыр. Қадемдеріңізге гүл түссін, мына 40 жылыңыз құтылы болсын, 50 жылықта да келіп өсетіп отырғайсыз, орталарыңыздан адамдар жоғалмасын. Енді мен бір қуанышлы жерім, дене тәрбиесі мұғалім ізлегенде қатты қуаныштымын. Значит, сіздердің мұғаліміз Дауылбай Боразбай ма? Значит, менің ұстазым болды. Мен келген жылы, 88 жыл келген жылы менің ұстазым болды, мені қатты тәрбиялады. Мен де істеп жатырмын, қазір пенсия жасындамын. Сонда да қасымда шәкіртлер бар, бірақ сабақ оқытпаймын. Соққа дейін оқыттым, рахмет, осы жерде нан жедім, өніп өстім, бала шағалы болдым. Сіздер де сондай шығар. Шаңырақтарыңызда аманшылық болсын, деніңіз сау болсын, берекет болсын, бақыт болсын. Менің атым Матчанова Эльмира, менің ұстазым да сіздерді оқытқан Дауылбай Боразбай. Күйеуіңді айтып жіберші, сосын таниды ғой. Сәрсенов Абай осы жерде істеп жатыр. Керменбай ағаның келіні. Фермер еді. Фермерді қайттан әкеп диплом бойынша қайттан мектепке мына Фатима Ерғұланова шақырып, әзір мектепте мына директорымыз Файзуланың қарауында істеп жатыр. Олар пенсия жасына келді. Бәріміз шаршасақ да мектепті қимаймыз, істегіміз келеді. Біздер ерте шығадық пенсияға. Сонда да істеп жатырмыз. Азырақ нөлпият зам директорлікте, бірақ сабақ оқытпаймыз. Сабақ оқытатын жас балдар бар. Сіздердің немерелеріңізді оқытып жатырсыз. Былайынша айтқанда құтлы қадем болсын. Қайда болсаңдар аман болын, келіп тұрың. Мектеп сіздер үшін хәмеше ашық. Рахмет сіздерге. Қайырлы күн, құрметті достар. Біздің осы Алтия мектептен түлеп ұшқанымызға 40 жыл болған ресми жиналысына барлығыңыз қош келдіңіздер. Осы жерде бізді сыйлап, бүгінгі алтын уақыттарын қиып келіп отырған осы мектеп әкімшілігіне өз алғыстарымызды білдіреміз. Әрине, осы мектепті сағынып келгенде
жаңағы қонаққа барғанда қолың бос болмасын демекші, бізде осы мектебімізге өз сағыныштарымызды бір кішкене болса да сыйлық сауқаттарымызбенен білдіргіміз келеді. Осы біз енді мектепке қажетті болған дүниелерді алғымыз келеді. Ол да болса ең алдымен ойын келгенде жаңағы тәбішкең тозады демекші, сол допты тебе берсең допта жыртылады. Сол балдарға ең алдыменен ойын ойнағанда қызықты болсын деп осындай мектепке спорт инвентарларын тапсыруды жөн көрдік. Оның алдында әрине ең бірінші біздің құралымыз осы кітаптан білімімізді алғандықтан біз кітап құмарларымыз көбейсін, балдарымыз осы кітап арқылы осы мектепте білімдерін тереңдетсін деген мақсатта біраз кітаптарды жинап алып келгенбіз. Әсіресе осы енді қазақ мектептеріне деген кітаптардың аздығы есепке алынып, біз осы қазақ тілді мектептеріне деген кітаптарымызды, сыйлықтарымызды жинап келдік. Оларды да қазір сыныпта тапсырамыз, осы жерде барында тапсыра берейік. Менің тек бір айтқым келетіні осы Ақиға ақын Мұқағали Мақатаевтың мінекей осы мектебің осында 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кіресің, түйедей болып шығасың демекші. Осы біз кезінде 75 жылы тарыдай болып келдік. Басқаларды білмеймін, өзімнің бойым өте кішкентай болған. Осы жерде класстастарым барлығы біледі. Физкультура сабақ оқыған кезде ең соңында тұратын едік. Мына Мираш, Эльмира бәріміз. Ең соңында мен тұратын едім. Режеп мұғалім былай счет санап кел деген кезде ең соңында болып счет окончен деп айтатын едім. Сосын бір 8-ші кластарға қарай бойым кішкене өсті да, сол кезде қиясыма өсіп кетіпсің ғой, енді счет оконченді кім айтады, сен жақсы шығатын еді деген еді. Әне Құдайға шүкір, жаңа Тазагүл айтпақшы, бойымыз өсті, ойымыз өсті дейді, оны бір Алла біледі, қалды осы халық біледі, кім қаншалықты өзінің жүрген орындарын жоғалтпасын, кім қаншалықты өскен болса да, біз бәрібір осы мектеп үшін сол баяғы 1-ші класс, сол баяғы бітіруші 10-ші сынып болып қалатынымыз ақ. Ал енді осы барлығымыздың төрт көзіміз түгел тұрғанда осы оқушылар түлектердің атынан жиналған сыйлықтарымызды тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ал жақсы келдік. Жақсы білім саласы мемлекет рауарланса жаңағы білім фан техникасы болса оны дүниежүзінің бәрі біледі. Жапония десе не арқылы біледі, оны работа техникасы, машинасы сондай арқылы біледі. Бұл жерде Өзбекстан егемендік алды, Қазақстанды егемендік алды, баяу естірдің елден бөлек шыққан егемендік мемлекетке болып жатырмыз. Мемлекетті дамытатын көп салалар бар. Сол салалардың бірі спорт саласы. Спорт саласында әлем чемпионы болып жатыр, олимпиада чемпионы болып жатыр. Өзбекстан деген бірінші рет биыл футболдан чемпионат биылға жолдама алды. Осы мектебіміздегі рауарланған балдарымыз мынандай спорттарменен шұғылданысып, біздің мектебімізден де шахматтан оқып, шахматты үйреніп, чемпионаттарға болсын, олимпиада чемпионы жарыстарына шықсын, шахмат бойынша деп, шахмат алдық оқушыларымызға. Бұл да интеллектуал сана сезімін оқушылардың асырады. Мынау
физкультура формасы. Мектепке неге барған кездерде оқушылар жарыстарға болады ғой. Мектепке әрбір жастар болады, өздері көрініп ата-аналар әрбір спортшылар. Сондықтан мектептің атынан оқушыларымыз қатынасқан кездерде бірдей формада жүрсін балдарға деп символистік осы нәрсені алды. Салаларға барған кездерде кемінде 10-15 оқушы бар. Сол 15 тана қалып алдым енді жоғары класқа мендеді. Ертесі, мынау доптары, шахмат, мынау ракетка бар, теннис ойнасын. В общем, қолдасы еркін қол көтері. Біздің келатқан жас әулеттеріміз спорттан мықты болсын. Сағлам тәнда, сағлам пікір дейді ма? Дендері сау болса, бәріне бар. Сендердің де дендерің сау болсын. Амандық, жақсылық тілейміз. Сол жерде бір нәрсе айтайын дегенім, сыйлықтар үшін рахмет, айтайын дегенім, шахмат бойынша айтып өтті ғой. Біздерде шахмат бойынша біздерде чемпион бар. Мәжит Мұса деген баламыз бар. Музыкасында оқиды. Барлық жерлерге барып болды. Бұл енді өзі тәрбиеші болып, тренер болып шахматтан бала даярлап жатыр. Басқа жетіскерлігіңді азғантай болса да айтып өтіп қойсыз. Футбол бар, волейбол бар дегендей. Шахматтан бір қызыл баламыз бар, шахматтан. Сол қызыма сәжіше Қарылпақстан ішінде жүріпті, баламыз Өзбекстан ішінде орындар алды. Енді футбол бойынша Нөкіс Қарылпақстан нелеріне қатынасып тұрмыз. Волейбол бірақ районда жүрміз волейбол. Сол жақсы келді қатиясын берсе санитаршылығын білдірсін мектеп директорымыз. Мінекей сонша мектепте пайдалану оқушылар пайдалану үшін сондай спорт инвентарларын әкеліп жатырсыздар. Сол инвентарлар арқылы сол оқушыларымыз Қарақалпақстан Республикасы, Өзбекстан Республикасында белгілі орынға шығамыз деп үміттеміз. Сол мектепке деген құрметіңіз үшін рахмет. Және бір мәрте сау болың. Оқыған адамның дейді, ой өрісі, амасы, болады мына Астананың біздегі алып кітаптарымыз начальниклар, балдарға ертек кітаптар, сондай үйрі алып келген еді, достарымыз осы мектепке деген сыйлықтары. Мектеп библиотекасына барсын, мына оқушы балдарымыз оқысын, ертек жақсылыққа жетектейді деген бір мақал бар. Өзімізде кішкентай бала кезімізде әкеміздің, әжеміздің ертегі айтып берген естелігі бар. Қазір өздерінде әже болып отырсыңдар, сендерге айтатын шығар, әже ертек айтып берді. Сондай. Сол ертекті біздер айтамыз. Мектеп библиотекасынан өздері оқушылар келіп, алып, оқысын деген ертекті алып. Бейбіт мұғалім келіп, мынау Қияс Мұратбайдың қарындасысың ғой сен, кел, мен өзім мектебіме алайын деді да. Сөйтіп деп, Бейбіт мұғалімнің қасында бетеп тұрсам, алдында Дәмегүл мұғалім сұраған менен. Жазу жазып білесің ба, оқып білесің ба деген. Я деп, соны, сен кітап оқып білесің ба? Я білем. Сосын, қандай кітаптарды оқыдың деді. Қайсысын айтайын деген, ой, көп кітап оқыдың ба десе, я 46 кітап оқыдым, 47-сін оқып жатырмын деген Дәмегүл мұғалім көзі бақырайып кеткен ғой. Сөйтіп, жаңағы сол сөзден кейін Бейбіт мұғалім мені құшақтап тұрса, мен негізінде Б классқа кететін адам едім. Сол Дәмегүл мұғалім жаңағы сөзімнен кейін, бұл қызды мен жазып қойдым, бұл қыз менде қиясы бар, менде деп мен өздері күтіп алған. Солай етіп, сол Дәмегүл апаның сол үйретуімен, тәрбиесімен өсіп, соншалықты Дәмегүл апаға еліктегенім сондай, өзім де сол мұғалімшілік жолды таңдадым. Бүгінгі күнде ғылыммен айналысып жүрмін. Құдай қаласа осы мектептен өзіміз сияқты профессорлар шықсын, ғылым кандидаттары қазіргі кезде енді PhD докторлары дейді ғой, оларды да күтеміз. Сол түлектердің барлығы осы мектептен шықса біз қуаныштымыз, бақыттымыз. Ауданымыздан шықсын, елімізден шықсын. Сол біздердің
білім ғылым жолымызды берсін. Әрине бұның барлығының басында тәрбие тұр. Сондықтан да жаңағы тәрбиесіз берілген білім жетім дейді ғой. Сол айтпақшы, біздің мектептің тәрбиесінің қандай екендігі мінекей осы бүгінгі түлектерден де көрініп тұр. Ал енді тәрбиемен қатар жүрген білім осы кітап арқылы келетіні анық. Мынау біздің аз да болса осы мектепке қосқан үлесіміз болсын. Қазақ сыныптары мынау келуші оқи алатын басқа сыныптарда оқи отырып, осы кітаптан білім нәріне тойсын. Кітапты осы мектепке бір естелік болсын деп алдыртқан Гүлнұр қызымыз екен, бұл Байсұңқар мен қыздар. Осындай мектепке сыйлық алсаңыздар, осындай кітап алыңыз деп біздерге айтқан. Сондықтан Гүлнұр қызымызға да бір қол соғып қойсаңыздар. Неке беріп жатқан сыйлықтарыңыз үшін рахмет. Неке балаларды ойлап отырсыздар, неке бәрі спорт бірінші нәубетте дене тәрбиесі мұғалімін жақсы көреміз. Кәдімгі дұрыс емес па, бірінші нәубетте дене тәрбиесі болса, қазір де сондай спортшылық ешбір тарау дүниеге таныта алмайды дейді ғой. Берген сыйлықтар үшін рахмет. Кітап беріп жатсыздар, Қалия достым, сонша жақтан келіп отырсаң рахмет. Сен де болып жетсін балаларымыз, профессор атағын алып отырсаң, жұмысыңда және де табыстар болсын, бәріңіздің балаларымыздан осындай білімден болсын. Рахмет неке сыйлықтар үшін. Құда қаласа балаларды тәрбиелеуде үйреде жалықпаймыз, шаршамаймыз, әлі де білім нәрлерін бере береміз. Бір неке Мүтезинова Гүлнұрға рахмет. Неке сондай өзінің өзі төртінші класын, төртінші қазақ класын оқытып атыпты. Қазір неке Байсұңқаровна Гүлнұр өзіміз де Мүтезинова, неке өзі де неке мамасы да бар бұл жерде. Байсұңқардың қызым неке рахмет. Неке сондай неке ойыңа келіп, бұндай кітаплар керек біздерге деп айтқаның үшін бәрі де сондай жақсы сыйлықтармен келіп атты. Рахмет. Ұзағына болсын, ұзағына. Мақал мәтелдер кітаптары бар екен. Қазақтың мақал мәтелдері. Қорқатын бала, нан болса қорқпайтын болады енді. Бір қап алтын дейді. Алдар осы қап алтын тауып алсын, ей. Сонда кітаптар бар. Бірге балдарға оқыларсың, математикаға бересіңдер. Табыс еттік. Рахмет бәріңізге де. Осыларды қабыл ет, Қазақстаннан, Қазақстаннан жігіттерге осындай немені алып келіп отыр, балдарымыз оқысын, білім алсын деп, білім нәрі кітап деген, білім бұлағы, кітап білім бұлағы деген отырып сөздер бар. Сол балдардың білім алатын нәрі ортасы бола берсін. 85 жыл Маусым кеші бүгін қандай көрікті, құлпырып тұр біздің қаламыз. Ескі достар кездесуге келіпті, түрлі тағдыр әрбірі аңыз. Артта қалды балғын бала күндері, туған жердің керім кештері. Артта қалды жастық шақтың түндері, сағыныш боп қалды естелік. Кездесу, қандай бақыт достарыңмен кездесу, жалындаған жас шағыңмен жүздесу. Еске түседі қызық шақтарың. Кездесу, білеміз ғой өткен өмір келмесін, тек жүректе достық сезім сөнбесін, нұрландырып көңілдің бақтарын. Өмір деген қарап тұрсаң ақырын, тағдырменен күнде белдесу. Сағындыр
тұрса дос көңілді жақынын, сағыныштың емі кездесу. Достық сезім тұла бойда таралған, дәрумендей өте пайдалы. Достық деген адалдықтан жаралған, желбіресін биік байрағын. Кездесу, қандай бақыт достарыңмен кездесу, жалындаған жас шағыңмен жүздесу. Еске түседі қызық шақтарың. Кездесу, білеміз ғой өткен өмір келмесін, тек жүректе достық сезім сөнбесін, нұрландырып көңілдің бақтарын. Кездесу, қандай бақыт достарыңмен кездесу, жалындаған жас шағыңмен жүздесу. Еске түседі. Күніменен айтылып атыпты ғой, актив залдан неке көрдіңіздер, сонша елка болған жерлерді, әлпе байрам болған жерлерді бәрін көрдіңіздер, толқып тұрсыздар. Неке енді мектеп партасында да отырсын деп неке Аришбаев Асқар курсынан да безеп қойдық неке. Дұрыс емес па? Енді мұғалимадан отыра береміз біздер. 20 жылдан бері отырмыз. Сол жаңағы сіздерді мектеп партасын көрсін, дос күні көрсін, неге аруа жуақты шарайтларды көрсін деп. Енді біздер Жолдас ағаның уақытында пісіріп кеттік, дұрыс емес па? Жолдас ағаның уақытында пісіріп кеттік. Одан кейін кім болды директор деген азырақ ой пайда болған шығар сіздерде. Мамутов Мәдірем ағаның қызы Гүлмираны білесіздер. Гүлмира неше жыл давамында, 20 жылдықта, ядында. Асия қайда? Асия ядында қалды. Құнды 20 жылдықта мектепте тұрыпты, ютубта тұрыпты ма? Ютубта тұрыпты, барғанда. Солда сіздерді басқарып берді осындай қылып. Одан кейін кетті ол, тұрмысқа шығып кетті ол. Одан кейін қазіргі уақытта Забраина болып кеткен Ерғұланова Фатима Дамжаровна басқарды 13 жыл давамында. Осы мектепті осы дәрежеге алып келді, Гүлмира екеуі. Одан кейін қасында жүрген тәрбие зауышы бар еді, жаңағы Файзулланы білесіздер, өзі тәрбие зауыш, біздермен бірге тәрбие зауышылықты атқарып жатыр еді. Енді оның шаққалығын, жаслығын, ер адамлығын көріп, өзінің директор қойып кетті. Мына мектепке директор болды, әзір бір 5 жылдай болды. Фатима өзінің орнына қойып кетті. Көріп осыла шарайтты. Біздің оқыған уақытымыздағы шарайт емес. Бізде Лобачевскийде де оқыдық, көне мектепте, дұрыс емес па? Мына пештерге қолымызды ыстық-ыстық ручкілерді ұстаған күндеріміз ядымызда ма, барлығы? Енді мен бұл жерге екіге бөліп шақырғандағы мақсатым, біздер қазір қоңыратта жүргендер біздер білеміз. Кім қай жақта, мысалы Құндыз қайда, Аришбаев Асқар қайда, Болысбай не істеп жатыр, Тазагүл не істеп жатырды. Біздер сіздер білмейміз ғой, нарколог Полатты білеміз, мысалы дейменді қай жақта жүргендер не істеп жатқанын, бұның алдына ешкім бармай ауру болып не? Сіздерді білмейміз қой, не істеп жатсыздар. Байсұңқарларды білеміз дейменді. Сіздерді қызғамыз біздер. Қазақстаннан келгендер бар, алыстан келгендер бар. Солар азғантай уақыт, енді бәрін еместі Құндыз. Бәрін еместі. Екі ауыз сөз не істеп жатсыздар. Енді бәріміз бала шағалы болып, ақтықлы болып, келін түсіріп, қыз ұзатып отырған адамдарымыз. Құдайға шүкір 5-6 немерелерден бар. Шаулық бар шығар, сондай сөйлеп, оқып отырғанлар бар, сөйлескен отырғанлар бар. Солар сөйлетейік, көрсемес бар. Мынандайда таза. Пікірлеріңізді айтып. Қазақстанша мен көп болса бір болмайды, бәрі мысалы айымдарынан білмей жатыр. Мысалы мен Серікбаева Камиля, ақылға тұрамын. Пәлем балам бар, пәлем жерде істеймін, болды. Артығын айтасың. Одан кейін бір 5 адам, ең қызық тақтаның кезі ма, мектептің кезі ма, сондай заттай 5 адам я 6 адам. Естелік, біреулер памяті күшті болады, біздер ұмытып кеткен болуымыз да. Ал бастан бұл күндер қайталанмайды.
сөйлесеңіз. Қысқа қылмай. Мен Мұрза болған қайықымда екінші период Кирова, екінші үйде тұрдым. Осы мектепті 85 жылы бітірдім сіздермен бірге. Қазіргі кезде жұбайым Уркинов Хайрулла, соның мен фамилия Уркинова болған қайықымда Тараз қаласында номер 6 емханада зам главврача болып жұмыс істеймін. 4 балам бар, 1 ұлым бар, 3 қызымызды ұзаттық, Құдайға шүкір. Енді ұлымыз үйленуге дайын тұр, Алла қаласа, оның да күні болар, барлықтарыңызды тойға шақырамыз сол кезде. Махаббаттарыңыз мектепте байқалып келді. Мен айтамын, ол Гүлстан әзір пенсияламан. Бұрын банкіде 30 жыл істедім, Промстройбанкіде. Әзір пенсияда демалып жатырмын. 3 балам бар, 2 келін түсірдім, біреуі студент. Рахмет. Мен Гүлназа Эльмира Шамшетовна. Так, Бирюнеге тұрмысқа шықтым. 3 балам бар, 2 ұл, 1 қызым бар. Так, үлкен ұлымды үйлендірдім, 2 немерем бар. Так, Бирюнеде тұрамын. Физиотерапияда, заводеление, илотерапиямен шұғылданамын. Өзі педиатрияны бітірдім. Мен қандай Қоңырат районында тұрамын. Әзір пенсиядамын. Жолдасым осы мектепте бітіп оққан Ермеков Берікбай. Балдарым бар, ақыртарым бар. Құрметті класстастарым, мен Мұқаева Светлана Жиналаевнамын. Осы мектепте бәріміз бірге ойнап өстік. Осы Көксай көшесінде тұратын едім. Осы қатындардың бір жарымдары туғыз болды. Мен радомда істедім. 28 жыл радомда істедім. Аз пенсионеркамын. Балдарым құда қалесі, 2 балам үйістірді. Аллаға шүкір, қызым бар. 2 ұлым, 1 қызым бар. Аллаға шүкір, балдарымды тойға шақырам сендер. Бәріңізді. Енді алла берсін. Мен Төлеу Бабача Петесиновна. Осы мектепті 10 жыл оқып бітірдім. Нүкісте нөмір 1 медучилищенің детский бөлімін бітірдім. Сол детский бөлімді бітіріп, осы Қоңыратта поликлиникада детский медсестра болып жасадым. Енді Алматыда 120 садикте медсестрамын. 3 балам бар. Бәрі үйлі жайлы болды. Құдайға шүкір, қазақ баланы санын айтпайды деді ғой, 5-6 немерем бар. Жолдасым Абдразақ Қайырбай. Садиктен бірге келе жатырмыз. Нағызапағат біздердікі. Сол өміріме еш жалым жоқ, Құдайға шүкірмін, бақытты семін, әжемін, атамыз. Құдайға шүкір. Аумин. Ассалаумағалейкум, класстастар. Мен Әликеш Басенғали Ембергенұлы. 2 ұлым, 2 қызым бар. Тараз қаласында тұрам, теміржолда электрик болып жұмыс істеймін. Бәрі айтқанда, кенже ұлымды үйлендірсем, бәріңізді тойға шақырамын. Мен Темірәлиева Нұрсұлу. Осы мектепте 10 жыл оқып бітірдім. Қазір Құлсары қаласында тұрамын. Аллаға шүкір, 1 қыз, 2 ұлым бар. Барлығы аяқтанып тек әже болып отыр. Әже болып отқан жайым бар. Аллаға шүкір. Құрметті класстастар, мен Өмірбаева Эльмира Жақпаевнамын. Қазір Қоңырат районында тұрамын. Пенсионеркамын. 3 қыз, 1 ұлым бар. Үйлендіреміз деген ойымызда бар. Класстастар, мен Шораева Ржабековна. Осы мектепте 10 жыл оқып, Науыр айлық больницада реанимацияда істедім, әзір кезектегі минет отпускідемін. Мен айтсам жақсы келді. Қарағатта оқыдым. Осы жерде 10 жыл түйіліп өтседім. Тебесін оразбағаңызбен. Қазір Ақтауда тұрам. 2 бала, 2 қызым бар. Қыздар тұрмыста.
bir bala үйленді. Енді кейінше баламыз жақындап келеді үйленуге. Бұйырса шақырамыз тойға. Алеш осы мектепте бітірдім. 3 қызым, 1 балам бар. Қыздардың 2-ін шығардық. 1 қызым бар, ол Ташкентте оқып жатыр. Баланы үйлендірдік. Өзім қазіргі кезде темір жолда жұмыс жасаймын. Мен Дәулет Әлиева, Айгүл, осы Қоңырат қаласында тұрамын. Осы мектепті бітірдім 85 жылы. Қазіргі кезде пенсиядамын. 2 қызым бар, тұрмыста 4 немерем бар. Бақытты ата әжеміз. Мен Нұрекеш Байсұлтан. Бәрі айтқандай 10 жыл көшеде оқып бітірдік. 30 жыл әкімшілікте жұмыс жасадым. Қазір пенсиядамын. 1 ұл 2 қызым бар. Бәрі 2 қызым да тұрмысқа шықты. 1 қызым осы жерде жаңа көрдіңдер мектепте бастауыш мұғалім әйесінің атасының ізін қуып жолын қуған. 1 ұлым компрессорныйда істейді, КСЖ-те. 3 ақтығым бар. 3 ақтығымы үлкен Құда қаласа мектеп бітіреді, амандық болса. Ертерек үйленіп қойған болған. Жұбайым Дәулетбай болып орын бар. Бірге оқыдық, енді детсатта бірге болған жоқ. Мен жақсы Марат болатын. Айта бер. Таразда тұрамын. 3 балам бар, қызым тұрмыста. Мен Абдулла Кенжауов өтіп келгенім үшін қазіргі уақытта Қоңырат темір жолда істеймін. 1 бала, 2 қызым бар, 5 ақтығым бар. Мен Қаржабай Байрат. Қазір Атырауда тұрамын. 1 қызым бар, қыз тұрмыста. 2 балам, 4 той болса, шақырамын бәріңізді. Мен Сейітжан Оралбай Орақбаевич. Осы мектепте халық қатар бітірдік. Делегация бітірдік. Қазіргі уақытта Тараз қаласында Тараз прогностикалар негізінде жұмыс жасаймын. Мен Азиз Байрон Ахметович, осы мектепте 10 жыл оқып, осы жігіттер қыздармен отырып, қазір Алматы қаласында 4 ұлым бар, Кенжебаев Жайылхан Қылышбаевич, Тараз қаласында тұрамын, 4 балам бар. Өзім құрылыс маманымын. Пенсияға шыққым келмейді, әлде де істей беремін. Мен Сұлтанбаева Ақмарал, осы Қоңырат қаласында тұрамын. 1 қыз, 1 ұл бар, екеуі де өзі жай болып кеткен. Мектепте істедім, 17 жыл пенсиядамын. Қызым Мен Ержанов Аманғос Жиналиевич. Осы мектепте 10 жыл оқығанбыз. Қазіргі таңда Шымкент қаласында тұрмын. Күміс отағым қайтыс болған 3 ұлым бар. Мен Балқанова Жадыра, осы мектепте 10 жыл оқыдым. Қазір Алматы қаласында тұрамыз. Алланың берген 4 балдарым бар, ұлыстарым, немерелерім бар. Оларымды үйлендірдім, енді кішкентай қызым универді бітіріп жатыр. Ол деген сол болса, Осы Қоңырат мектебінде оқыдым, Қоңырат мектебінде бітірдім. Қазіргі орында Жаңаөзен қаласында тұрамын. Қыздарымыз бар, Аллаға шүкір, өз орындарында оқып кетті. Бала бақшада жұмыс жасадым. Қазіргі уақытта үйдемін, демалыстамын. Сүлбаева Камила Оразгалиевна. Қазіргі таңда Жаңаөзен қаласында тұрамын. 1 бала, 1 қызымыз бар, 7 немереміз бар. Балабақшада тәрбиеші болып жұмыс жасайды. Мен Алдекова Ағылес Нұркеевна. Қоңыратта тұрамын, Құлсарда тұрамын. 3 қызым бар.
8 немере, жиен немерелерім бар. Мен Таласова Ғалия, Қарақалпақияда тұрамын. 2 балам бар, 1 келінім бар, 1 балам, 1 балам оқуда. Сау болсын. Бухгалтер болып істедім, әзір ниеттен бастым. Мен Спалма Мираш, Алматыдан келдім. 1 қызым бар, 2 немерем бар. Больницада жұмыс жасаймын. Үлкен больницада. Мен Талауға Нағима Мырзағұлқызы. Қазіргі таңда Семей облысы Аягөз ауданы Қозы-Көрпеш Баян Сұлу ауылы Кейін ауылында тұрамын. 2 қызым бар, Аллаға шүкір. Қызым кеуде Тоқтар Серікпен құдамын мен. Сол енді. Бәрі жақсы болсын енді. Мен Құрмашева Жамила Лабақбаевна. Неғылған өзгермеген. Таза күн менің жағдайымды сұраған екен, кешіресің, таза жауап бермеппін. Ал мен Алматыда тұрамын. Кооперативный институт бітіріп, мамандығым бойынша меломан деген компанияда жұмыс істеп жатырмын. 4 балам бар. Қаня келші мына жаққа. Мен Қиясова Қалия Құралбайқызы. Қазір кезде Шымкент қаласында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде қауымдастырылған профессор, педагогика ғылымдарының кандидаты қызметін атқарып жүрмін. Мамандығым ағылшын тілі, қосымша мамандығым аудармашы, бүкіл орган қолда деп қояйын. Сол жерлерде мен аудармашы қызметін атқарамын. Мен қаттай сәует егерді емес, 3 перзентім бар, 2 ұлым бар, бәрімде. Карантин агенттікте істеймін, бархана системасында істеп Мен Мақаш Болысбай, Адайолда 3 жыл оқыдым, мастерскойда 4 жыл оқыдым. Осы 10-шы класты бітірдім. 2 қыз 1 балам бар, бәрін қосқанда 7 немерем бар. Осы мектепте мұғалім болып істеді. Қазір көшіп кетті. Әуезов Байрам Мақсұтбаевич, 10 жыл осы мектепте оқыдым. 2 балам, 1 қызым бар. Бәрін жайластырдым. Менде қазір 5 немерем бар. Жанды Бірема, мұтты таксист. Мен Арифа Айна, қазір Түркістан облысы, Естек Түркмас ауданында тұрамын. Шымкентке жақын, Қалияға жақын. 2 ұлым бар, немерелерім бар, шүкір Аллаға. Оттай бізбен. Амандығандар болған, осы мектепте 8 жыл оқыдым. 9 жылды Қазақстанды жалғастырдым. Жаңаөзен қаласында тұрамын. 2 келін алдым айттым, 1 қыз ұзаттым. 7 немерем бар, Аллаға шүкір. Қазір балалар ауруханасында аспазшы, таратушы болып әлі жұмыс істеймін. 18 жыл болды. Бұйырса пенсияға енді шығамыз. Кердім. Ауылдамын, пенсионерка. Құдайға шүкір, бақытсыздығын қатарында. Нан жеу бұйырсын. Мен Сабит Барунова, муниципалитет. 2 ұл, қызым бар. Құдайға шүкір. 25 жыл садикте істедім, тәрбиеші болып. Қазір пенсионерка. Мен Өмірзақова Сайлашпын, Нағымбаевнамын. Сендерменен бірге осы Қоңырат мектебінде бірге оқыдық, 10 жыл давамында. Құдайға шүкір, онды бітіріп Самарқандқа кооперативный техникумға райкомның арқасынан кіріп кеттік. Оқып шықтық, одан келіп, тағы ресторан, анау майда жеделерде жұмыс істедік. Құдайға шүкір, соңында пенсияға шығатын кездері 30 жыл ұн зауытта қарындарыңызды тойдырған жерде жұмыс істедік. Аллаға шүкір, Құдайдың өзі кешірсін, өмірлік жолдасым дүниеден өтіп кетті. Рұқсат болсын, баршаңызға Алладан текші болсын. Алланың берген 3 ұл, 2 қызым бар. Үйленді, Алланың бергендері, біреуі тұрмыста, ең кішкентайым 11-ші класс, биыл Құдай қаласа, Алла тағала ілімді білімді қылып берген болсын.
кандидаттардың жолын берсін. Бәрімізге де соны тілеймін. Ақтықтардан Құдайға шүкір, санасаң берекет ұшады дейді ғой. Берекет ұшпасын, ақтықтарам, шаулықтарам, қыздарам ақтық сүйіп отыр. Аллаға шүкір. Әже болып, ата болып жүре берейік, достар. Мен Қойла Сахар Жамар Гүлбатқызы, Ақтаудамын. Әлі бізге шыққан жоқпын. Мен жұмыс жасаватырмын. Аллаға шүкір, Алла берген 2 ұл, 1 қыз, балаларым кәсіпкер. Мен Сәрсенбаева және Қалдыбаевна. Қазіргі таңда Түркістан облысы, Түлкібас районында тұрамыз. Күйеуім Слеуов Дәулетбай. Осы мектепті 8-ге шейін оқыдық. Қазіргі таңда Құдайдың берген 1 ұл, 1 қызымыз бар, 3 немереміз бар. Еңбекке болып жұмыс жасаймын осындай мектепте. Жобай Сәкімдік болып, 3 перзентім бар, 2 қыз Алматыда, бала ауылда. Өзім жұмыс істемеймін. Мен Қанатбаев Нұрлан Мелайдарович, Алматы қаласында тұрамын. 3 балам бар, 3 немерем бар. Мамандығым архитектор. Өнер оқушымын. Мен студент Дәулетбай Таубаев, Галия облысы. Түркістан облысы Түлкібас ауданында тұрамын. Ана біздің Галия ауылында. Қалияға жақындап кетпесті. Қазір Алматыда тұрамын. 3 ұлым, 1 қызым бар. Күйлі бәрі өзім сварщик болып жұмыс істеймін. Мен Ектайға Болшан, осы мектепте 10 жыл оқыдым. Бір апырғанын мектепте мұғалім болып сөйлеп, пенсияға шықтым. 3 қызым бар, Құдайға жүрде Қырғызстан. Ана 20 жылдан мамасына келген. Осы мектепте 7 жыл оқыдым. Енесі қыздар өтесін арай оқыдым, Назым апамыз. Енді Агеспайдың келіншегі 4 ұлымыз бар. Алла көпсін берсін, 15 немереміз бар. Давай. Bir bala 2 kızım var. Şuna kazan. Haydi kurban kazan. Естик. Ben bakalım kurban alayım, Ақтаудан geldim. Alday kadar ben üyedim, kızım tüm kaşardım. Nektar. Orada aytты. Мен Ерғарай Бегайдар, осы мектепте оқыдым. 2 қызым оқыды, балам жұмыста мұғалім. Осы жерді бітірдім, 10 класста. Істейтін жерім көп, бірақ основной бәйінсінесі. Мен ермек беріппін, Қоңырат қаласында тұрамын, жұбайым келіншегім Ерниязбай Бибайша, қазір өзім пенсиядамын. Өмірзақ Жанбек 8-ді бітіріп, Ташкентте оқып, осы темір жолда істеп жатырмын. Қазір пенсияда болса да істеп жатырмын. Осы Қоңыратта жасаймын, келінім бар,
қызды жұмысқа шығардым, немерелерім бар, санын айтпай ақ қояйын. Жұмысым тек білімдендіру саласында жұмыс істеп, әзір пенсиядамын. Мен Әрешбаев Асхат. Өзің айтып Асхат. Сол қазіргі таңда темір жолда жұмыс істеймін, инженер-программистпін. 2 балам бар, біреуін үйлендірдім, біреуі құдай қаласа үйленеді, тойға бәрімді шақырамын. Мен параллель класстағы Абламитова Тазагүл мен өзбек класста оқыдым. Құдайға шүкір 2 ұлым бар, біреуі үстіп қазір істейді, екіншісі архитектура институты бітіріп, қазір мемлекеттік басқару президент атында, президент академиясынан бітіріп атырыпты, қазір бітіріп келді. Құдайға шүкір бір келінім, 2 ақлығым бар. Осы жерде 50 жылдан бері жүрмен. Пенсиядамын, бірақ кете алмай жүрпен елі. Мынау білімдендіру саласы деген енді біздің басымызда өтіп жатқаннан кейін бәріміз білеміз, бірақ та бір жерде тапжылмастан 50 жыл жұмыс жасаудың өзі үлкен ерлік. Молодец, бұл Тазагүл досымызға үлкен рахмет айтайық. 20 жылдыққа келгенде де осы жайландап күтіп алған. Мынау гүлді, бүгінгі ортамыздың гүлі болып тұрған, осы мектепте 50 жылдан бері жүрген Тазагүл досымыз. Мен төлеп келген бабай. Адай олда тұрдым ба? Улица деревня алып шиш. Қазір Алматыда тұрамын. Балашаға бәрі Алматыда. Мен алды деген бұрда бай. Бәрі мектепте оқыды. Бәрі қоңыратта тұрамын.